Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Іштегі май көзге жаман көрініп қана қоймайды. Сонымен бірге ол қант диабеті мен жүрек ауруына әкелуі мүмкін. Сондықтан олардан тезірек құтылу керек. Ал ішіңізде артық майдың бар жоғын білу үшін беліңізді сантиметрлі таспамен өлшеңіз. Егер сіз ер адам болсаңыз, нәтиже 102 сантиметрден аспау керек, ал егер әйел болсаңыз 88 сантиметр болуы тиіс. Бірақ егер бел өлшеміңіз бұдан жоғары болса, онда төмендегі әдістердің біреуін қолданып жақсы нәтижеге қол жеткізсеңіз болады. Бірінші, қант жемеңіз және тәтті сусындардан аулақ болыңыз. Тазартылған қант метаболизмге теріс әсер етеді. Себебі сахароза ағзадағы глюкоза мен фруктозаға бөлінеді. Егер сіз қантты көп жесеңіз, фруктоза бауырға артық мөлшерде түсіп, ағза оның майын қорыта бастайды. Және талдауға сәйкес ол май бел жаққа жиналады. Бұл жерде қанттан гөрі сұйық қант қатты зиян. Адам миы тәтті сусындарды торт немесе кәмпит ретінде қабылдамайтындықтан адам оларды шексіз мөлшерде іше береді. Дегенмен олар калорияға айтарлықтай әсер етеді. Сондай-ақ тәтті сусындар балаларда да семіздік тәуекелін 60%-ға арттырады. Сондықтан іштегі майды құтылудың алғашқы қадамы тамақтану рационын өзгерту. Сол себептен ас мәзірінен газдалған сусындар мен пакеттегі шырындарды, тәтті спорттық сусындарды алып тастаңыз. Бірақ жемісті қалдырыңыз. Олардың артықшылығы фруктозаның минусын жабады және әрине тұтынатын тағамдардың этикеткаларын қараңыз. Өйткені қант сіздің ойыңызға келмеген өнімдерде көп болуы мүмкін. Екінші, ақуызды көп жеңіз. Ақуыз салмақ жоғалтудың ең маңызды микроэлементі болып табылады. Ол тағамға деген қызығушылықты азайтады. Метаболизмді тәулігіне 80-100 калорияға жылдамдатады және 440 калорияға аз жеуге көмектеседі. Ақуыз тек салмақ тастауға ғана емес, сондай-ақ әдеттегі рационға оралғаннан кейін де тастаған салмақты қайтып қосып алмауға көмектеседі. Зерттеулер көрсеткендей, көп ақуыз жейтін адамдардың ішінде май көп жиналмайды. Тәжірибелер сондай-ақ ондай адамдарда алдағы 5 жыл ішінде де іштің өсу қаупінің төмендегенін растады. Ал қажетті нәтиже алу үшін тамақтану рационында ақуыз мөлшерін 25-30%-ке дейін көбейтіңіз. Мұны жұмыртқа, балық, теңіз өнімдері, бұршақ, жаңғақ, ет, сүт өнімдерін тұтыну арқылы толтыруға болады. Ал қосымша пайдалы әсер алғыңыз келсе, ақуызды тағамдарды кокос майында дайындаңыз. Ол да іштегі маймен күресуге көмектеседі. Ұсынылатын доза тәулігіне 2 ас қасық. Үшіншіден, күнделікті тамақтану рационында көмірсу мөлшерін азайтыңыз. Көмірсуы төмен диеталар майы аз диеталардан гөрі тиімді болып шықты. Мысалы, көмірсуы аз тағамдарды жеп, диета ұстап жүргендерге қанша қажет болса, сонша тамақ жеуге рұқсат етілген. Ал майлы емес тағамдарды жейтін топтағылар калориялармен шектелген. Көмірсуы төмен диетаның қосымша әсері оның ағзадағы суды жылдам шығаруында. Сондықтан да таразыдағы нәтиже 2 күнде көрінеді. Жалпы салмақ тастау үшін тазартылған көмірсулардан бас тарту жеткілікті. Егер салмақты жылдам тастағыңыз келсе, көмірсудың күнделікті мөлшерін тәулігіне 50 граммға дейін төмендетіңіз. Сонда бұл кетоз күйіне әкеледі. Яғни, дене дәл майды энергия ретінде пайдалана бастайды. Төртіншіден, талшықтарға бай тағамдарды тұтыныңыз. Клетчаткалар салмақ тастауға көмектеседі. Әсіресе бұл еритін талшықтарға қатысты. Олар суды сіңіреді және ішекте тұрып қалатын тығыз гельді қалыптастырады. Нәтижесінде тағамдар ас қорыту жолдары арқылы баяу қозғалады. Бұл тоқтық сезімін арттырады және тәбетті азайтады. Сондықтан салмақ тастау үшін көкөніс, жеміс, бұршақ, сұлы тәрізді дәнді дақылдарды көп жеңіз. Бесінші, жаттығыңыз. Жаттығу салмақты бақылау үшін ғана емес, жалпы денсаулықты сақтау үшін де маңызды.
Егер сіз іштегі майдан құтылғыңыз келсе, онда пресс жасау жаттығуларына назар аудармауыңыз керек. Зерттеулер бұл тәсілмен майды ыдырату мүмкін еместігін растайды, себебі белді айналдыру іштің көлеміне әсер етпейді. Есесіне серуендеу, жүгіру, жүзу және басқа да аэробтық жаттығулар бел аймағындағы маймен тиімді күреседі. Олар сондай-ақ болашақта салмақ қосуға жол бермейді. Сонымен бірге жаттығулар қабынуды азайтады, қандағы қант деңгейін төмендетеді және метаболиттік бұзылуларды азайтады. 6. Не жейтініңізді мұқият қадағалаңыз. Көптеген адамдар өздерінің не және қанша тамақ жеп жатқандарын түсінбейді және тағамның жалпы калориясы мен микроэлементтердің мөлшерін бағаламайды немесе тым асыра бағалайды. Бұл жағдайда өзгерту үшін барлық өнімдердің қанша тарататынын тексеріп шығуға тура келеді. Мейлі өміріңіздің соңғы күніне дейін болмаса да, кем дегенде мезгіл-мезгілмен өлшеп тексеріп тұру керек. Егер порцияларды өлшемесеңіз және калория мен ақуыз, май, көмірсулардың санын жазып тұрмасаңыз, онда ақуызды тұтынуды жалпы калориядан 25-30%-ке дейін арттыра алмайсыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған пайдалы кеңестер арнасы.